Ғайбат пен өсек. Ғайбат пен өсектің мәні. Алла тағала саған жәрдем берсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ғайбат бір кісіні ұнамсыз сөзбен еске алуың дейді. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам, о Алланың елшісі, егер менің айтқаным ол адамның бойында болса ше, деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер сенің айтқаның оның бойында болатын болса, онда сенің ғайбат айтқаның. Ал егер ондай сипат онда болмаса, оған жала жапқаның деп жауап береді. Ал өсек айтуға келер болсақ, бұл адамдар арасында араздық тудыратын, бүлікке әкеп соғатын сөздер тарату. Асыл дініміз өсек таратуды қатаң түрде тыйған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алла тәбәрәка ва тағаланың алдында ең жек көрінішті нәрсе өсек тарату. Сол арқылы адамдар арасында іріткі салып араздық туғызу дейді. Ғайбат пен өсектің қаупі. Өсек тарату мен ғайбат жаман қасиеттер. Бұл рухани ластық. Құлшылықтарды орындап Аллаға жақындау үшін физикалық тазалықтың қажеті болғанындай, жаратушыға жақын болу үшін осы рухани кірлерден де тазару қажет. Раббын тану жолына түскен мүрид Алланың рахым мен разылығына ие болу үшін жаман қасиеттерден арылуы керек. Алла тағала бұл туралы кімде-кімді Алла тазартса, сол үлкен бақытқа кенелгені дейді. Расында ғайбат пен өсек мүридтің Алла тағаланың разылығына жетуіне кедергі болатын жаман қасиеттер. Дін ғалымдары ғайбат айту, адамдардың кемшілігін жария қылып қадір қасиетін түсіру, жаратушының ашуына тиетін, мүридтің барлық амалдарын зия қылатын нәрселер екеніне баса назар аударады. Сондықтан да тариқат ұстаздары дін бауырларының теріс қылықтары туралы сөз тасудан сақтандырады. Кейде мүридтің жасаған осы ұнамсыз ісін Алла тағала ол құлының дініндегі тәкаппарлықтан туындаған кемшіліктерінің орнын толтыру үшін алдын ала белгілеген болуы керек. Сөйтіп, мүрид жасаған қателігіне ықылас пен тәубе етіп, кемелдікке жетуі мүмкін. Сөзімізді Ибн Атиллахтың айтқаны да қуаттай түсері хақ. Кішіпейілдікке және бойұсынушылыққа алып келген күнә, жаман амал, тәкаппарлық пен менмендікті тудыратын құлшылықтан жақсы, қайырлы. Ғайбат пен өсек туралы ғалымдардың айтқандары. Алла тағаланың сүйікті құлдардан мүридке ғайбат айтудың барлық зиянын, қаупі мен жеркеніштілігін ескертетін көптеген құнды сөздер бізге жеткен. Міне, осы сөздердің кейбірін бейқам есін жиып, надан білсін деп келтірдік. Бірінші, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, діндес бауырын менсінбей, оны төмен санауы адамға күнә ретінде жеткілікті. Мұсылман адамның жанына, мал мүлкіне және ар намысына қол соғуға болмайды, дейді. Екінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ғайбаттан сақтаныңдар, расында ол зинадан да жаман. Өйткені зина жасаған адам Алла тағаланың алдында көп ұзамай тәубе етуі мүмкін. Сөйтіп Алла тағала оның тәубесін қабыл етеді. Ал ғайбаттаушы болса, оны ғайбатталған адам кешірмейінше, Алла оны кешірмейді. Үшінші, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өсекші жәннатқа кірмейді дейді. Төртінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, саған Алланың ең жаман құлдары туралы айтайын ба, дейді. Сахабалар, я уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам деп жауап береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, олар өсек тарататын, бір-бірін жақсы көргендердің арасында алауыздық тудыратын, жазықсыздарды айыптаушы адамдар дейді. Бесінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім күнә жасаудан ұялмай, ашық күнә жасаса, ол адам туралы шындықты айту ғайбат емес, дейді. Алтыншы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, пасық ашық түрде күнә жасаушы адам туралы шындықты айту ғайбат емес, дейді. Жетінші, тақуалардың бірі адамдарды ғайбаттаушы адам
катапульт орнатып, сол арқылы өзінің жақсылықтарын батыс пен шығысқа шашып жатқан адамға ұқсайды дейді. 8. Суфиян Сауриден радиаллаху ан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Алла Тағала ет жеуді жақсы көретін үй тұрғындарына ашуланады деген хадисінің мағынасы туралы сұралды. Ол бұл сөздерді былай деп түсіндірді: олар басқа адамдарды ғайбаттап, сол арқылы олардың етін жейтіндер. 9. Хасан әл-Басриге құдуссирру бір адам сені жамандады деп айтылды. Сонда Хасан әл-Басри ғайбаттаушыға біреуден бір табақ тәтті беріп жібереді де былай деп айтуын тапсырады: маған ізгі амалларыңызды бергеніңізді естідім, сондықтан сізге қолымнан келгенше рахмет айтуды жөн көрдім. 10. Ибн Мүбәрактың құдуссир жанында ғайбат туралы айтылғанда, ол: егер мен біреуді ғайбаттайтын болсам, онда мен өз әке-шешемді ғайбаттар едім. Өйткені менің ізгі амалдарымды алуға ең лайықты адамдар солар деді. 11. Имам Ибн Атайилла құдуссирру былай дейді: егер адамның ақылын сынағың келсе, онда біреудің аты аталғанда оның өзін қалай ұстайтынына назар аудар. Егер ол кісінің кемшіліктерін естуге елігіп, қойшы оны, ол мынандай жамандық жасады деген сияқты сөздерді айтқанын байқасаңыз, ондай адамның білімі таяз, жан дүниесі астан-кестен деп біліңіз. Өйткені мұсылман дін бауырының абыройын сақтауға тырысады. 12. Араб ақындарының бірі былай дейді: пышақ жарасы тез жазылыр, ал сөз жарасы мәңгілік. Ғайбат айтып қойса не істеу керек? Ғайбат айтқан адам Фатиха, Ихлас, Фалақ және Нас сүрелерін оқып, сауабын ғайбатталған адамға бағыштау керек. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам осындай нұсқаумен бір әулиенің түсіне кіреді. Әулие былай дейді: шынында пенде қиямет күні Алла Тағаланың алдында ғайбат еткені үшін күнә арқалап барады. Ал осы сүрелерді оқыса, алғаны сауап болады. Оның осы сауапты ісі айтқан ғайбатының өтеуі болады деп үміттенеміз. Ақылды адам өзіне айтылған ғайбатқа ренжімеу керек. Өйткені кімде-кім ғайбатталса, Алла оның күнәларының жартысын кешіреді. Өз ісін мақтап сопыларды айыптайтындармен дос болу мүритке жараспайды. Расында салихтар айтқандай, мұндай адамдар нәпсісі мен ішкі дүниесі бұзылады. Діндес бауырына ғайбат айтылған естіген кез келген адам бей-жай қарап қалуына болмайды. Керісінше, өзгелер тарапынан жамандалып жатқан адамды қолдап қорғау керек. Мұндай жағдайды үндемеу мұсылман бауырын төменсіну болып табылады. Өйткені мұсылманның басты парызларының бірі діндес бауырын өсек аяғынан ғайбаттан қорғау. Яхия ибн Муаз ар-Рази былай дейді: мұсылманның сенен несібесі 3 түрлі болсын. Егер оған пайда әкеле алмасаң, тым болмаса зиян келтірме. Егер оны қуанта алмасаңыз, тым болмаса ренжітпе. Ал егер оны мақтай алмасаң, тым болмаса айыптама. Бір күні Ибрахим ибн Адхам құдуссирру бір жерге қонаққа барады. Және сол жердегі бірінің шақырылғандарының бірі туралы: ол семіз адам, сондықтан баяу жүреді деп айтқанын естиді. Мұны естіген Ибрахим ибн Адхам дереу бұл үйден шығып 3 күн бойы нәр татты. 3 күн өткеннен соң ол: бір мүминге ғайбат айтылған жерде мен ешқашан тұрмаймын дейді. Тағы бір жолы Ибн Адхамның құдуссирру өзі адамдарды үйіне қонаққа шақырады. Барлығы асқа отырған кезде шақырылғандардың кейбірі біреуді ғайбаттай бастайды. Сонда Ибрахим ибн Адхам былай дейді: бізден бұрынғылар алдымен нан, сосын ет жейтін еді. Ал сендер болсаңдар алдымен ет, сосын нан жейді екенсіңдер. Сосын олармен бірге тамақ ішуден бас тартады. Барлық тақуалардың игі дәстүрлерінің бірі, дін бауыры ғайбатталса, бауыры үшін жауап беретін еді. Алланың разылығын қалағандар діндес бауырларынан титтейдей кемшілік көрсе, оларды ғайбаттауға жол бермейтін еді. Мысалы, біреулер қандай тәкаппар адам, ешбір тойға, тіпті үйлену тойына шақырса да бармайды деп ғалым адамды немесе сопыларды ғайбаттаса, тақуа адамдар ол адамды былай ақтайды: ол ұялғаннан келмеді, немесе нәпсісін төмендегісі келді. Жақсылыққа жаны құмар бақытты жандар бір адамның жамандық жасап жатқанын көрсе, сырттай ұнатпай тұрғанын білдіреді де, іштей оған дұға етіп,
Аллаға шалпарынады. Ал нәсіпсіз бақытсыз жандар болса, оның табалап сүрінгеніне күліп намысына тиюге тырысады. Ал мұсылман адамдар өзгелер естімесін деп дін бауырына оңашада ескерту жасайды.